Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен артериялық гипертензия тақырыбында, оның ішінде асқыныстары және емі туралы өтетін боламыз. Біз алдыңғы сабақта артериялық гипертензияның классификациясы, диагностикасы және қауіп факторлары туралы өткен болатынбыз. Егер көрмеген болсаңыздар, сол сабақты көріп шығуларыңызға кеңес беремін. Ал ендеше бүгін бастаймыз. Артериялық қысым жоғарылау кезіндегі науқастың шағымдары, яғни қан қысымы кімде кездеседі, сол науқастарда осындай симптомдар пайда болуы мүмкін. Бірінші, бастың самай және желке тұсында ауырсыну, таңертең ұйқыдан оянған кезде, эмоционалдық қиналған кезде, кешке қарай күшеюі мүмкін. Кейін бас айналуы, құсқысының келуі, көз алды қарауытуы болуы мүмкін, ұйқысы бұзылуы, мазасыздану, көруі нашарлауы, жүрек тұсында ауырсыну симптомдары мазалауы мүмкін. Енді артериялық қысым тұрақты көтерілуінен ол нысана мүшелерін зақымдауы мүмкін. Біз алдыңғы тақырыпта қозғаған болатынбыз. Бүгін соны толықтыра кетсек, жүректің өзгерістеріне сол жақ қарыншаның гипертрофиясы, іркілулік жүрек қызметінің жеткіліксіздігі, миокард ишемиясы мен инфаркты және өкпе ісінуі қазіргі таңда көптеп кездесетіні, сол жақ қарыншаның жеткіліксіздігі дамуы мүмкін, және де острый инфаркт миокарда деп айтамыз қазір, яғни жедел коронарлық жеткіліксіздік дамуы мүмкін. Сондықтан да сіздер қан қысымыңызды тұрақты түрде бақылап отыру керек. Екінші жағдайда миға бұзылыстар болуы мүмкін. Бірінші, ми ишемиясы, ми ісінуі, энцефалопатия, транзиторлық ишемиялық шабуыл, ми тамырларының тромбозы, миға қан құйылуы мүмкін. Ол ишемиялық және геморрагиялық деп бөлінеді. Қазіргі таңда өздеріңіз естіп жүрген инсульт деп айтамыз. Үшінші, қан тамырларының бұзылыстары. Ол сыдырылатын аневризма дамуына, қолқа жыртылуына, гипертониялық ретинопатия алып келуі мүмкін. Бүйректің өзгерістеріне, ол нефросклерозға, бүйрек қызметінің созылмалы жеткіліксіздігіне алып келуі мүмкін. Артериялық гипертонияны емдеу мақсаттары. Біз алдымызға мақсат қоямыз, сол мақсатқа жету жолында біз өзімізге жоспар қоямыз. Ол жоспарды біз қалай қоямыз? Яғни артериялық қысымды біз бақылау үшін және оны жою үшін біз алдымызға осындай мақсат қоямыз. Бірінші мақсатымыз қан қысым деңгейін көздеген деңгейге дейін түсіру, өмір салтын жақсарту, нысана ағзаларда өзгерістерді азайту. Біз неліктен өмір салтын жақсарту деп айтып жатырмыз? Яғни біздің өмір сүріп жатқан және қоршаған ортамыз бұл қан қысымға тікелей әсер ететін болғандықтан біз өмір салтымызды жақсартуымыз керек. Әрбір нәрсені біз өзімізден бастауымыз қажет. Қан қысым деңгейін көздеген деңгейге дейін түсіру біртіндеп және науқас жақсы көтере алатындай болу қажет. Бұл туралы қазір түсіндіре кетемін. Гипертонияның медикаментозды емес емі деген не? Бұл жерде медикаментозды емес дегеніміз дәрі-дәрмексіз емделу. Қан қысымын дәрі-дәрмексіз емдеуге де болады. Бірақ ол қалай болады? Бірінші, тамақтануды дұрыстау. Яғни қазіргі диетамыз. Күнделікті не жейміз, не ішеміз, не қоямыз. Ас тұзын тәулігіне 5 грамм артық қолданбау. Біз жоғарыда айтып өткендей, ас тұзын тәулігіне 5 граммнан артық қолданбауымыз керек. Тіпті біз тұзды мүлде шектеуге де болады. Алкогольді қолдануды шектеу, шылым шегуден бас тарту, физикалық белсенділікті арттыру, күніне 10 000 қадам жасау немесе жүгіру. Артық дене салмағынан құтылу, стресспен күресу, қан қысымын бақылау, күнделік арнау. Қан қысымын бақылайтын күнделік арнауымыз керек. Біз ол күнделікте таңертеңгілік тұрған кездегі, түскілік кездегі және кешкілік кезде қан қысым бағанасын жазып отыруымыз керек. Және дәріні қай уақытта қабылдағанымызды жазып отыруымыз қажет. Бұл жерде күнделіктің пайдасы біз қолданып жатқан дәріміз, диетамыз және әрекеттеріміздің арқасында қан қысымы бізге қалай әсер етіп жатқанын бақылай аламыз. Және оны дәрігермен кеңес алған кезде дәрігерге көрсету арқылы біз емімізді нақты тағайындауға және дұрыс бақылауға алып келеді. Сондықтан да күнделіктің пайдасы өте зор. Гипертонияның медикаментозды еміне келетін болсақ, ол төменгі заттар
мен тиазиттік және тиазит тәрізді диуретиктер, бета-адреноблокаторлар, кальций каналдарының бөгегіштері, кальций антагонистері деп айтамыз. Олар дегидроперидиндік және дегидроперидиндік емес болып бөлінеді. АПФ ингибиторлары, ангиотензин 2 рецепторларының антагонистері, имидодалин рецепторларының антагонистері. Бұл негізгі дәрі-дәрмектер болып табылады. Яғни қан қысымымен кім ауырады, осы дәрілермен қамтамасыз етіледі. Бұлар Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің бекіткен қаттамада бекітілген дәрі-дәрмектерінің негізгі топтары. Сіз бұл дәрі-дәрмектерді өз бетіңізбен қабылдамауға кеңес беремін. Бұны тек қана дәрігердің кеңесінен өткеннен кейін ғана қабылдауыңызға кеңес беремін. Сондықтан да өз басыңызбен дәріні сатып алып қабылдамаңыз. Бұл жерде сізге дәрігер қалай әсер етеді, қай кезде әсер етеді, сіздің қан қысымыңыздың көлемі, сатысы қанша, соған қарап отырып тағайындалатын дәрі. Сонымен қатар бұл жерде қосымша зерттеу жүргізіледі, яғни анализ алынады сізден, инструменталды зерттеу жүргізіледі. Сондықтан да өз басыңызбен дәрі қабылдамауға кеңес беремін. Сіздерге сабақ ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып кетсеңіздер болады. Келесі сабақта біз сіздермен тағы да жүздесетін боламыз. Қош, аман саулықта кездескенше.